Саламатсыздар ма? Назарларыңызға осы аптаның қорытынды жаңалықтарын ұсынамыз. Осы аптаның басында Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев денсаулық сақтау министрі Алексей Цойды қызметінен босатты. Оның орнына министр міндетін атқару Жандос Бүркітбаевқа жүктелді. 50 жастағы Жандос Бүркітбаев 2021 жылы қаңтарда денсаулық сақтау саласына вице-министр болып тағайындалған. Оған дейін ол онкология ұлттық ғылыми орталығын 2 жылдай басқарған. Ал 2008-2011 жылдары Астанадағы қан орталығын басқарды. Кейін трансфузиология ғылыми орталығында басшы қызметін атқарды. Ақорда таратқан ақпаратта Алексей Цойдың қызметіне не себепті босатылғаны айтылмаған. Цойды бұл қызметке Қасым-Жомарт Тоқаев 2020 жылы маусым айында коронавирус індеті күшейген кезде тағайындаған. 1,5 жылдай денсаулық министрі болған Цой азаматтық секторға ауысып, денсаулық сақтау саласын ғылым мен әлеуметтік бастамалар арқылы дамытуды жоспарлайтынын айтты. Алексей Цой 2014 жылдан бері денсаулық сақтау министрінің орынбасары, Қазақстан президенті іс басқармасының медицина орталығының жетекші қызметтерін атқарған. Алексей Цойға дейін денсаулық сақтау министрі болған Елжан Біртанов бюджет қаржысын талан-таражға салды деген күдікке ілініп, үйқамаққа алынған. Қазақстанда коронавирустың омикрон штаммы әлі тіркелмеді. Дегенмен Алматы бас санитар дәрігері Жандарбек Бекшин коронавирустың геномына секвенелеу жасалғаннан кейін қалада дельта плюс штаммы табылғанын хабарлады. Күрделі әдіс арқылы анықталады. Бүгін ғана соңғы секвенелеу сынағының нәтижесі қолымызға тиді. 6 үлгіден дельта плюс штаммы анықталды. Осыған дейін ол қалада болмаған, тек болуы мүмкін деген күдігіміз болған, деді қаланың бас санитар дәрігері Жандарбек Бекшин. Дельта плюс коронавирустың үнділік дельта вариантының бір түрі. Ол алғаш рет маусым айында анықталған. Ақпаратқа қарағанда коронавирус мутациясы антидененің белсенділігін төмендетіп жіберуі ықтимал. Жандарбек Бекшиннің айтуынша, қыркүйекте коронавирус жұқтырғандардан диарея белгілері көп байқалса, қараша мен желтоқсанда нейротоксикалық белгілер жиі көрінген. Қалалық бас санитар дәрігердің сөзіне қарағанда, қазір Алматыда ұжымдық иммунитет деңгейі 58,4%-ға жеткен. Мақсат бұл көрсеткішті 80%-ға жеткізу. Бейсенбіде парламенттің жоғарғы палатасы Қазақстанда өлім жазасын жоюды көздейтін қылмыстық кодекске енгізілетін өзгерістерді мақұлдады. Құрметті депутаттар, күн тәртібіндегі келесі мәселе Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне өлім жазасын жою мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы заң жобасын бірінші оқылымда қарау туралы. Бас прокурордың орынбасары Әсет Шындалиев заң жобасының Қазақстан заңнамасынан өлім жазасы деген ұғымды тұтас алып тастауға мүмкіндік беретінін айтты. Бастапқыда қылмыстық кодекстің 13 бабынан өлім жазасын алып, 4-еуінде қалдыру жоспарланған. Атап айтқанда, жоба авторлары өлім жазасын соғыс кезінде жасалған ерекше ауыр қылмыстарға қолдануды ұсынған. Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев өткен айда Брюссельге сапары қарсаңында өлім жазасын тұтас алып тастау қажеттігін мәлімдеген. 8 желтоқсанда мәжіліс президент ұсынған нұсқаны мақұлдаған. Заң жобасы енді президентке қол қоюға жіберіледі. Қазақстанда 2004 жылдан бері өлім жазасын орындауға мерзімсіз мораторий жариялаған. Содан бері елде кемінде 2 рет өлім жазасы қолданылды. Соңғы рет өлім жазасы 2016 жылы шығарылды. Құқық қорғаушылар билікті бірнеше рет өлім жазасын алып тастауға шақырған. 21 желтоқсанда Нұр-Сұлтанда өткен Сирия бейбіт келіссөзінің 17-ші отырысында Ресейдің арнайы уәкілі Александр Лаврентьев Сирияны қалпына келтіруге 600-800 миллиард доллар қажет деп мәлімдеді. Лаврентьевтің пікірінше, халықаралық қауымдастықтың көмегінсіз Сириядағы соғыстың салдарын жою мүмкін емес. Қазақстан орталық Азияның өзге елдері сияқты жусан операциясы аясында Сирия мен Ирак аумағындағы азаматтарын қайтара бастаған. Ресми мәлімет бойынша, осы уақытқа дейін жүздеген азаматын елге эвакуациялаған. Басым бөлігі әйелдер мен балалар. Астанадағы Сирия бейбіт келіссөзіне Сирия үкіметі, оппозиция және Түркия делегациясы, сонымен бірге Ресей, Иран, Біріккен ұлттар ұйымының өкілдері қатысқан. Келіссөзге бақылаушы ретінде Иордания, Біріккен ұлттар ұйымының босқындар ісі жөніндегі жоғарғы комиссары мен Қызыл Крест халықаралық комитетінің өкілдері келген. Астана келіссөзі 2017 жылы қаңтарда Ресей президенті Владимир Путиннің ұсынысы бойынша басталған. Нұр-Сұлтандағы Сирия бейбіт келіссөзі Женевадағы Біріккен ұлттар ұйымының бастамасымен ашылған келіссөзден бөлек өтеді. Келіссөз Сириядағы азамат соғысын тоқтатуды көздейді. Ақпараттардың толық нұсқасын қазақ news.kz сайтынан оқи аласыздар. Келесі аптада кездескенше.